дағы арамыз, сезім үшін біз бәріне барамыз. Ортамызда қамал бөліп тұрса да, бұл өмірде мәңгі бірге боламыз. Сезім үні тіл қатады тағы да, менің ғана жаралған сомпағыма. Алыс болып тұрса дағы арамыз, мен сені күтіп жүрмін сағына. Сезім үні тіл қатады тағы да, менің ғана жаралған сомпағыма. Алыс болып тұрса дағы арамыз, мен сені күтіп жүрмін сағына. Бәріне сәлем. Қазір біз осы алыс әннің гитарада оригинал аккордтармен және де барис аккордтармен үйренетін боламыз. Оригинал аккордтардан бастайық. Бірінші аккорд бізде F диез М. Бары екінші латта, екі саусақ 4 пен 5 струналарда. Екінші аккорд С диез М. Бары 4-ші латта, мына жерде АМ аккордын ұстаймыз. Екінші, 4-ші, 3-ші струналар. Үшінші аккорд дәл осылай екінші латта көтерілеміз. BM деп айтылады аккорд. Екінші латта және былай. Соңғы аккорд Е аккорды. 4-ші аккорд. Осы 4 аккордты қолданамыз. Мына қолмен біз екі түрлі ойнай аламыз. Біріншісі перебормен, екіншісі қағыспен. Перебор мынадай. Потом екіншісі қағыспен, бұл боймен, былай болады. Мен сендерге куплетті перебормен үйрететін боламын, одан кейін қайырмасын қағыспен. Так, бастайық. Куплетін бастағанда біздер F диез М аккордынан бастаймыз. Мына жақта именно F диез М аккордын ойнағанда біздер 6-шы струнадан бастаймыз переборды. Одан кейін келесі аккордтарға мына С диез М мен BM-ға біздер 5-тен бастаймыз. Так, енді переборды үйренейік. Перебор былай. Бұл жерде біздер 6, 3, 2, 1-ді ойнаймыз. Потом глушка жасаймыз да 1, 2, 3-ші струналарда бірге былай істейміз. Вот сынай. То есть 6, 3, 2, 1 глушка көтереміз де, потом 6, 3 ойнаймыз. Қалған аккордтарға дәл солай ойнаймыз. 5-тен бастаймыз. 5, 3, 2, 1 глушка 5, 3, потом BM-ға дәл солай. Қайдадан келеміз? 5-тен. Енді куплетін бастаған кезде біздер былай ойнаймыз. Алыс, алыс болса дағы арамыз, сезім үшін біз бәріне барамыз. Бұл жерде мен F диез М-ға және С диез М-ға бір-бірден ойнап тұрмын переборды. Алыс, алыс болса дағы арамыз, сезім үшін деп BM-ға келген кезде біздер 5, 3, 2, 1-ді ойнаймыз да, потом қайтадан С диез М-ға түсіп 5, 3, 2, 1-ді ойнаймыз. Сонда былай вот сезім үшін біз бәріне барамыз деп қайтып F диез М-ға келеміз. Мыз. И дәл осылай жалғастырамыз. Ортамызда қамал бөліп тұрса да, бұл өмірде, жаңағыдай істейміз. Бұл өмірде бірге боламыз. Демізде, потом қайырмасын басталады. Қайырмасында біздер мынандай қағысты ойнаймыз. Бұнымен былай ойнап тұрмын. Төмен, төмен, жоғары глушка, жоғары, төмен, жоғары. Төмен, төмен, жоғары, глушка, жоғары, төмен, жоғары. Аккордтары мынадай болады. Біздер мына жерде аяқтадық. Сезім үні деп, мына жерде BM-ға барамыз, потом одан кейін Е-ге барамыз, сосын С диез М-ға барамыз, потом қайтадан F диез М-ға қайтып келеміз де, дәл солай екінші рет қайталаймыз. Айтқан кезде былай болады. Сезім үні тіл қатады тағы да, менің ғана жаралған сомпағыма. Алыс болып тұрса дағы арамыз,
мен сені күтіп жүрмін, сағына сезім үні тіл қатады тағы да деп тағы да екінші рет жалғастырамыз. Ал енді барайсыз аккордтармен үйренеміз. Бізге керек аккордтар АМ, одан кейін ЕМ, сосын ДМ аккорды и G аккорды. Куплетін ойнаған кезде біздер мына үш аккордты ойнаймыз: АМ, ЕМ және ДМ аккордтар. Ал қайырмасында уже АМ, ДМ, G, ЕМ аккордтарын ойнаймыз. Бастайық. Куплетін бастағанда біздер переборын ойнаймыз. Куплетін ойнаған кезде переборды біздер АМ аккордына 5-тен бастаймыз, ДМ-на 4-тен бастаймыз, ал ЕМ-да 6-дан бастаймыз. То есть ал ДМ-ді ойнағанда 4-тен бастаймыз, ЕМ-ді ойнағанда 6-тан. Осылай. И бастайық. Қазір мен текстін қойып қояйын. Дұрыстап, и бастаймыз. Алыс болса, ЕМ қарамыз, дағы арамыз, сезім үшін деген ДМ қарамыз, сезім үшін біз бәріне барамыз. Сезім үшін деген кезде біздер ДМ-да 4-3-2-1-де ойнаймыз, потом ЕМ-да 6-3-2-1-де ойнаймыз. Былай отсында. Сезім үшін біз бәріне барамыз дегенде, потом переборды қайталаймыз. Басынан бастап. Алыс болса, дағы арамыз, сезім үшін біз бәріне барамыз. И дәл осылай қайталаймыз, жалғасын. Ортамызда қамал бөліп тұрса да, бұл өмірде мәңгі бірге боламыз. И қайырмасына келген кезде сезім үні деп біздер қайырмасын қағыспен жалғастырып кетеміз. Қағысын мен жаңа басында көрсеттім видеоның. Былай болады: ДМ, одан кейін G-ға барамыз, одан кейін ЕМ-ға барамыз, потом қайтадан АМ-ға келеміз. Бастаймыз. Сезім үні тіл қатады тағы да, менің ғана жаралған сұмбағыма, алыс болып тұрса дағы арамыз, мен сені сағына, сезім үні тіл қатады тағы да, менің ғана жаралған сұмбағыма, алыс болып тұрса дағы арамыз, мен сені күтіп тұрмын сағына. Міне достар, осылай. Разбор түсінікті болды деп ойлаймын, және де перебор кішкене қиындау. Но қайталай берсіңдер, үйреніп кетесіңдер. Так, ал қағысы оңай деп ойлаймын. Достар, разбор ұнаған болса лайк басып кетейік. Және де каналға тіркелуді ұмытпаңдар. Каналдың дамуына көмектесейік. Мен үшін ол өте маңызды. Және де келесі қандай әнге немесе мелодияға разбор жасау керек, соны жазып кетіңіздер. Келесі разборда көріскенше сау болыңдар.